тақырыбы бойынша топқа бөліп алайық, иә? Қазір мына жерде арнайы сайт арқылы топқа бөлеміз. Осы топ бойынша 3 топқа отыра қойыңыздар. Сезім, Күнсұлу, Нұртас, Жомарт, Ақбөбек. Бірінші топ. Сезім, Күнсұлу, Нұртас, Жомарт. Екінші топқа Қарақат, Амандық, Фариза, Назерке, Аяулым. Үшінші топ Тоғжан, Мекен, Айзере, Берген, Жания. Ауызға балалар. Біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыпқа шолу жасайық. Біз өткен тақырыптарды қайталап өтейік. Қандай тақырыптарды өттік? Тірек, қимыл, жүйесі, түп жүйеге байланысты. Тірек, қимыл, жүйесі. Енді осы тапсырманы өткен тақырыпты Word бол қосымшасы арқылы орындайық. Жақсы балалар, жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен тақырыптарға шолу жасайық. Ол үшін өткен тарау бізде тірек, қимыл, жүйесі Word бол қосымшасы арқылы мына сұрақтарға жауап берейік. Кім айтады? Сезім, қай яшық таңдайсың? 3. Бұлшық еттердің сүйекке бекінуі. Сіңірлері арқылы. Жарайсың, дұрыс. Келесі, Мекен қайда? 12. Сүйектің беріктігі немен анықталады? Сүйекте минерал заттың болуы. Молодец, жарайсың. Келесі, Қарақат 5-ші яшық. Қан түзетін мүше. Сары түсті кемік, қызыл түсті кемік, қорқылдату. Қызыл түсті кемік. Жарайсың. Келесі. Нұртас? 4. Сүйек сынғанда алғаш гипс шеңдеуіш салуды жүзеге асырған ғалым. Дұрыс емес. Келесі. Кім? Айзере? Назерке? 7. Тірек қимыл жүйесіне жатады. Немен асқазан, өкпемен бұрын, қаңқамен бұлшық. Қаңқамен бұлшық, әрине. Дұрыс. Келесі. Назерке? 8. Қол қаңқасы сүйектерінің дұрыс реті. Қол қаңқасы, тоқпаншық, кәжік, саусақ, алақан сүйектер. Саусақ, кәжік, алақан сүйектер, тоқпаншық. Дұрыс емес, тоқпаншық, кәжік. Жақсы. Келесі? Амандық. 1. 10 секундымыз қалды. Жұп сүйектер. Маңдай, жақ сүйек, самай. Жақ сүйектер. Дұрыс емес. 3 секундымыз қалды. Жақсы балалар. Түсіндік қой? Өткен тақырыпқа шолу. Жақсы балалар, біз өткен тақырыптарға шолу жасадық. Енді жаңа тақырыпты өтпес бұрын бүгін сендерге өзін-өзі бақылау бойынша қарақтар беремін. Бақылау ойынды. Сабақтың барысында тапсырмалармен өзімізді өзіміз әділ бағалаймыз. Енді жаңа тақырып өтпес бұрын балалармен мына жерге партаға назар аударайық. Мен мына жерге 4 құрал қойдым. Қарай, рет-ретімен қалай тұрғанын қарап аламыз. Сендерге 5 секунд уақыт беремін. Енді түгел көзімізді жұмамыз. Түгел көзімізді әділ түрде көзімізді жұмайық. Сығалап қарамаймыз. Ал, енді қайтадан қараймыз. Қандай өзгеріс бар, Нұртас? Маркер мен заттың орналасты. Орналасты. Жақсы, отырау. Қайтадан көзімізді жұмамыз. Ал, ашамыз. Өзгеріс бар ма? Жақсы, жарайсыңдар. Қайтадан көзімізді жұмайық. Ал, қайтадан ашайық.
Жоқ, жақсы. Балалар, сонда біз көзбен көру арқылы мына айналадағы жаңағы ақпараттың 80-90%-ын осы көзбен көру арқылы қабылдайды екенбіз. Түсіндік қой, біз кішкентай осы тәжірибенің барысында жаңағы құралдардың, орындардың ауысқанын бір 10 секунд қарап тұрып, сендер байқап тұрсыңдар, орын ауысқан, ол жерден заттың алынып тасталғанын, жақсы. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз көздің көру мүшелерінің құрылысы және қызметі. Дәптерімізді ашайық, бүгінгі күннің жадын жазамыз, тақырыпты жазамыз. Көру мүшелерінің құрылысы. Балалар, маған назар аударайық. Бүгінгі тақырып біздің көз, яғни көру мүшесіне байланысты. Осыған орай кішкентай сендерге жасанды интеллект арқылы видео алып келдім. Соны қарап жүрейік. Сәлем оқушылар. Бүгін біз қиялымен ерекше саяхатқа шығамыз. Елестетіңдер, Дариға бір сәтте кішкентай болып, көздің ішіне саяхатқа түсіп кетеді. Ол барған әлемнің аты көз қаласы. Бұл қалада бәрі өте дәлдікпен, тәртіппен жұмыс істейді. Өйткені олардың басты міндеті қаланың ең алғашқы қақпасы Қасан қабық. Ол мөлдір қорған сияқты. Жарықты бірінші болып өткізіп, ішке бағыттайды. Одан кейін Дариға нұрлы қабықпен оның ортасындағы қарашықты көреді. Қарашық жарық мөлшерін реттейтін есік. Жарық көп болса кішірейеді, аз болса кеңейеді. Ішкеріде фокус шебері, көз бұршағы жұмыс істеп тұрады. Ол жақындағыны да, алыстағыны да анық көрсету үшін кескінді дәл тор қабыққа түсіреді. Ал тор қабық көздің үлкен экраны. Дәл осы жерде жарық жүйке сигналына айналып, көру жүйкесі арқылы миға жеткізіледі. Егер бұл жол болмаса, көз көргенін ми түсінбес еді. Дариға ойланып қалады. Көз не үшін сонша маңызды? Жауабы қарапайым. Біз оқу, жазу, қозғалу, қауіптен сақтану және әлемнің сұлулығын көру үшін көзге сүйенеміз. Ақпараттың көп бөлігі адамға дәл осы көру арқылы келеді. Бірақ кейде көз қаласында қиындықтар болады. Миопияда алыстағы зат бұлыңғыр. Гиперметропияда жақын анық емес. Ал астигматизмде сызықтар қисық көрінуі мүмкін. Сондықтан көру гигиенасы қажет. Жарықта оқу, экранда жақын ұстамау, көзге үзіліс беру, дұрыс отыру, көзді таза ұстау, уақытылы ұйықтау. Ендеше бүгін біз көз қаласының жұмысын тәжірибе арқылы зерттейміз. Көру жітілігін және көру аймағының шегін анықтаймыз. Бастайық. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты, негізгі мақсаты көрудің қабылдау ерекшеліктерін зерттеу және көру гигиенасының ережесін сипаттау. Біз бүгін әртүрлі тапсырмалар арқылы осы көру мүшелерінің құрылысын, көрудің маңызын түсінеміз, көру қызметінің бұзылу түрлерін ажыратамыз, яғни көз аурулары туралы. Одан кейін көру гигиеналарының ережелерін сақтап, күнделікті өмірге қажетті 5 ұсынысты көзге байланысты анықтаймыз. Жалпы оқушылар, біз жаңа айтып өттік, біз қоршаған ортадағы ақпаратты көз арқылы, көру мүшесі арқылы қабылдаймыз. 80-90% ақпаратты. Жалпы адамдар қоршаған ортаны осы әртүрлі сезім мүшелері арқылы қабылдайды. Әртүрлі сезім мүшелеріне көру, есту, сипап сезу, дәм сезу, иіс сезу деген сезім мүшелері жатады. Жалпы көздің бүгінгі тақырыбымыз көзге байланысты. Көздің анатомиялық құрылысына келетін болсақ, көз
үш қабықтан тұрады. Ақ қабық, тамырлы қабық және торлы қабық. Бұл біздің көздің негізгі көз алмасының үш қабаты. Ал қосымша мүшелері қабақ, кірпік, жас безі және көз бұлшық еттерін құрайды екен. Көздің оптикалық жүйесіне тоқталатын болсақ, алдыңғы камерадан тұрады, көз бұршақтар және шыны тәрізді денеден тұрады. Бұл жерде алдыңғы камера қасан қабық пен нұрлы қабықтың арасындағы кеңістік болып табылады. Көз бұршағы екі жағы дөңес линзадан тұрады, ал шыны тәрізді дене мөлдір желе тәрізді болып келеді. Көру қызметінің бұзылуларына тоқталатын болсақ, жалпы көз көру қызметі қандай жағдайда бұзылады? Мысалы, қазіргі таңда көбіне смартфон қараймыз, компьютерларды қараймыз, телевизор қараймыз. Оны қалай қарайсыңдар сендер? Оны қараңғы бөлмеде, отырған күйде емес, жатқан күйде қараулар мүмкін. Бұның барлығы көздің көру өткірлігінің әлсіреуіне әкеліп соғады. Жақыннан көргіштік және алыстан көргіштік деген екі көздің бұзылуына байланысты аурулар жатады. Миопия және гиперметропия деген сияқты. Жақыннан көргіштік бұл жерде сәулелер торлы қабыққа дейін қиылысады, алыстағы заттар бұлыңғыр болып көрінеді. Яғни жатып оқығанда, жарық нашар түсетін жерде жұмыс жасағанда пайда болатын аурудың бір түрі. Ал алыстан көргіштік сәулелер торлы қабықтың сыртында қиылысады. Жақындағы заттар бұлыңғыр болып көрінеді де, көбіне бұл гиперметропияға жас ұлғайғаннан кейін ауысады. Яғни 45-50 жастан асқаннан кейін алыстан көргіштік жақсы болып, жақынды көрмей бастайды. Байқасаңдар, үйдегі аналарыңыз, әжелеріңіз алысты көріп, жақынды көрмеймін деуі мүмкін. Бұл яғни жастың ұлғаюына байланысты келеді екен. Көз ауруларының түрлері, бүгін дальтонизм және конъюнктивит ауруына тоқталамыз. Дальтонизм ол барлығымыз білетін, түсті ажырата білмейтін, ажырата алмайтын, яғни тұқым қуалайтын ауру болып табылады. Ал конъюнктивит бұл жұқпалы ауру, вирустық жұқпалы ауру, яғни қасан қабықтың бактериялық қабынуы шаңнан, құмнан, әртүрлі зиян заттардың көзге түсуінен пайда болуы мүмкін. Бактериялық болғандықтан бұл салқын болған кезде күшейіп кетуі мүмкін. Көздің тамырлары қызарады. Бұл ауруды бәріміз білеміз. Енді көру гигиенасына тоқталсақ, балалар, біз жарық режимін, дұрыс тамақтануды, теледидар мен гаджеттерді тиімді қолдануды және де еңбек пен демалысты осы ережелерді сақтасақ, біздің көзімізге зияны келмейді. Жарық режимі бұл қатты жарқырамау керек, немесе қатты әлсіз болмау керек. Жарық қажеттілікті деңгейде болу керек жұмыс барысында. Және жатқан күйде емес, отырған күйде қарау керек. Дұрыс тамақтану, А дәруменіне бай тағамдарды пайдалану керек. Мысалы, сәбіз, бүлдірген, балық майы деген сияқты. Бұл жерде бұл дәрумен біздің тікелей көздің жұмысына жақсы әсер етеді. Темекі тарту, алкогольді ішімдіктер көру қабілетіне кері зиян соғады. Яғни салауатты өмір салтын ұстануымыз керек. Еңбек пен демалыс, ақыл еңбегі мен дене жаттығуларын кезектестіру өте маңызды. Тіпті көзіміз шаршаған уақытта арнайы көз жаттығуларында жасап тұруымыз қажет. Түсіндік қой? Енді қорыта келе біз көру мүшесін күтуіміз қажет. Бұл жерде міндетті қорғап тұру керек. Көзді зақымданудан, бөгде заттардың түсуінен сақтануымыз керек. Тексеру қажет. Міндетті көру қабілетін жылына кем дегенде бір рет көз дәрігеріне, яғни окулистке барып қаралып тұру қажет. Одан кейін гигиенаны сақтау керек. Дәл қазір сендердің жағдайларында партада түзу отырып, жарықтың дұрыс түсуін қамтамасыз етіп, осылайша жұмыс жасау керек. Бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше келесі біз
тапсырмаларға көшейік. Бізде бірінші топтық тапсырма берейін сендерге. Әр топқа 3 тапсырмадан берем. Осы тапсырманы орында кері байланыс жасайды. 2 минут уақыт берем. Қарай. Мақұлдасын орындайық. Алдарыңыздағы бағалау парағына жазып отырамыз, иә? Сіздерде кім орындайды тапсырманы? Ақылдасайық, балалар. Иә, иә. Тапсырманы орындадық па? Бірінші тапсырма. Сәйкестендіру тапсырмасы. Кім жауап береді? Қай топ? Так, Күнсұлу. Бірінші сұрақ. Склера қандай қызмет атқарады? Көзді ыңғайлы ішінде. Жарайсың, отыра ғой. Келесі. Берекет. Торлы қабық. Торлы қабық жүйке импульсы. Жүйке импульсы түзіледі торлы қабықта. Жарайсың, отыра ғой. Келесі. Екінші топтан амандық. Тамырлы қабық көзді қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Барлығыңызда дұрыс па? Иә. Дұрыс болса, бағалау парағына 1 ұпайды қоямыз, иә? Екінші тапсырма. Диагноз қою керек мекен. Оқыш. Азамат алыстан көре алмайды, бірақ жақыннан жақсы көреді. Бұл қандай құбылыс? Миопия. Көру бұзылысы, иә? Миопия. Дұрыс айтасың. Балалар дұрыс па? Иә. Дұрыстар жазып па? Жақсы. Онда бұл тапсырмаға да 1 ұпай қоямыз, иә? Келесі, үшінші тапсырма. Қысқа жауап. Амандық. Алдыңғы камера. Қасынан қабық пен нұрлы қабық арасындағы дөңеске кеңістік. Содан көз сәл алға шығып тұрады. Ол соққы кезінде ішкі бөліктерді сақтайды. Жарайсың. Жақсы. Отыра ғой. Келесі, екінші сезім. Бірінші топтан. Көз бұршақ ол жарық сәулелерін өткізіп қана қоймай, оларды жинақтайды. Көз бұршақ әртүрлі қашықтықта орналасқан заттарды анық көруге мүмкіндік береді. Жарайсың, отыра ғой. Келесі, үшінші топтан кім айтады? Айзере. Қызметті шыны тәрізді. Көз бұршақтан кейін үшінші оптикалық жүйе шыны тәрізді және орналасқан. Бұл молекуляр тамырлары жоқ іркілдік зат құрамы бойынша тығыз желіге көзделеді. Жақсы, жарайсыңдар. Сендер шыны тәрізді денені алыңдар. Жақсы, жарайсыңдар, отыра қойыңдар, балалар. Бұл тапсырма бойынша да бағалау парағына ұпайымызды қоямыз, иә? Балалар, бірінші топтық тапсырманы орындадық. Енді біз келесі жұптық тапсырманы орындаймыз. Ол үшін мен сендерге әр жұпқа осындай көздің құрылысына байланысты сәйкестендіру тапсырмасын беремін, иә? Жомарт пен Нұртасқа. Сезім мен Күнсұлуға. Қарақат пен Фаризаға. Мына жерде Назерке мен Аяулымға. Айзере мен Мекенге. Жомарт. Мына жерде Тоғжан мен Жанияға. Және жұп бойынша екеуіне бір тапсырма амандық пен Ақбөбекке. Балалар, мына жерде мен сендерге көздің құрылысын көрсетілген
қағаз парақша бердім, иә? Бұл жерде 4 құрылысы көрініп тұр. 4 құрылысы алынып тасталынған 4 құрылысты біріктіреміз, сәйкестендіреміз. Жақсы ма? Әр жұпта әр түрлі. Түсіндік қой? Ал кірсек. Тапсырманы орындап болдық па? Бұл жерде жұптық тапсырма, енді мен қазір дұрыс жауабын картадан көрсетейін, сіздер жұптарыңызбен бір-бірлеріңіз тексеріңіздер. Бірінші, шыны тәрізді дене тұрады, соқырда, торлы қабат, қасан қабық, тамырлы қабық, нұрлы қабық, көзбұршақ және көздің суы ағыны. Тексердік па? Дұрыс па екен? Жақсы, жарайсыңдар. Енді осы бойынша жаңағы бағалау парақтарына ұпайларыңызды қойып отырамыз, балалар. Жақсы. Балалар, бізде пиза тапсырмасы міндетті жүретінін білеміз. Пиза деген бұл біздің күнделікті өмірмен салыстыру, өмірге осы тақырыпты кіріктіру тапсырмалары. Енді мен пиза тапсырмасына әрқайсысына жеке тапсырмадан берем. Әркім өз бетінше бұл тапсырмаларды орындаймыз. Жақсы, осы мен берген парақшаға орындасаңдар болады. Тақырып, яғни бұл жерде көру гигиенасы. Мәтін берілген. Мәтінде 8 сынып оқушысы Дамир сабақтан кейін телефонды ұзақ қолданады. Ол экранға өте жақын қарайды. 20-25 см аралығында. Бөлме жарығы әлсіз болса да, жарықты қоспайды. Кейде жатып кітап оқиды. Соңғы уақытта көзі тез шаршап, бас ауыра бастады. Сіздерге тапсырма берген. Бірінші сұрақ, көп таңдаулы тапсырма. 2 жауапты таңдасаңдар болады, немесе 3 жауапты. Дамирдің көру қабілетіне ең көп зиян келтіретін әрекетті таңдаңыз дейді. Екінші сұрақ, ашық жауап. Дамирге көру гигиенасын сақтау үшін кемінде 4 нақты ұсыныс жасаймыз. Әркім өз бетінше. Тездетейік, уақыт кетті. Кім болды? Кім жылдам екен көрейік? Тапсырмаларды орындап болса, бір жауаптарына шолу жасайық. Бірінші сұрақ. Кім айтады? Дамирдің көру қабілетіне ең көп зиян келтіретін әрекетті таңдаңыз дейді. Жомарт, сен айтшы. Жауабын оқыш. Телефонда 20-25 см қашықтықта қолдану. Жарайсың. Дұрыс па, балалар? Жақсы, отыра ғой. Келесі, екінші сұрақ, яғни ашық жауап. Бұл жерде әркім өзінің 4 ұсынысын айтады, иә? Дамирге көру гигиенасын сақтау үшін қандай ұсыныс айтар едіңіздер? Кім айтады? Тоғжан? Көз аралық қашықтығы 30-35 см
отыра ғой. Екінші ұсыныс кім айтады? Аяулым. Жарық шақыраған немесе күміскі болмау керек. Аха, жарайсың. Тағы бір ұсыныс кім айтады? Жания. Бізде оның ұзақтығы 2,5 және 3 сағат болу керек. Одан артық болса көз зақымдалады. Дұрыс айтасың. Келесі кім айтады? Фариза. Денелердің үстіне зақымдалудан қорғау керек. Аха, көзімізді қорғау керек. Жақсы, осы айтылған жауаптардан басқа тағы қандай жауап бар ма басқа? Аха, Жомарт айтшы. Көзді демалдырып, көз жаттығуын жасау. Жарайсың. Нұртас. Сабақтан кейін көзді демалдыру. Демалдыру. Дұрыс айтасың. Күнсұлу, сенде қандай жауап бар? Адалыменне бай тағамды пайдалану. Жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Адалыменне бай тағамды пайдалану. Жания, сенде басқа жауап бар ма тағы? Уақытылы ұйықтау. Уақытылы ұйықтау, көзді шынығу, салауатты өмір салтын дұрыс сақтау. Яғни біз өзіміздің өмірімізге қауіп келтірмейтін әрекеттерді жасауымыз керек. Өзімізге денсаулығымызға міндетті жақсы қарауымыз қажет. Бұл негізгі басты құндылықтардың бірі болып табылады, балалар. Жақсы, жарайсыңдар. Енді бүгінгі сабағымызда көптеген тапсырмаларды орындадық, көптеген ақпарат алдық. Енді сабағымыз аяқталуға жақындады. Бүгінгі сабақты бекіту тапсырмасына көшейік. Яғни бүгінгі сабақты бекіту бойынша мына жерден QR кодты телефондарыңызбен QR кодқа өту арқылы мына WordWall тапсырмасын орындайық, балалар. Әркім жеке орындайды, бұл бекіту тапсырмасы болып табылады. Шықты ма? WordWall тапсырмаларды орындайық. Балалар, телефондарыңыздан бекіту тапсырмаларын орындап болған болсақ, тақтадан бір тексеріп өтейік. Түстерді ажырата алмайтын ауру қалай аталады? Дальтонизм. Дұрыс айтасыңдар. Келесі. Тор қабықта не орналасқан? Аяқшалар мен құртышалар. Жарайсыңдар. Келесі. Адамдар көз түсінің әркім нұрлы қабық. Кім білетсектір деді? Келесі. Екі жағы дөңес. Көзбұршақ. Келесі. Көз алмасын қозғалтатын бұлшеттер не бекеді? Дұрыс айтасыңдар. Келесі. Тамырлы қабықтың фолик заттармен қамтамасыз етеді. Жарайсыңдар. Келесі. Нұрлы қабық орталығында орналасқан қарашық. 8-ші сұрақ. Көзді дөңгелек ететін шыны тәрізді дене. Келесі. Көздің рецепторлары
Құтыша таяқшы, актин миозин, сарда соғырда, жас Құтыша таяқша. көз Құтыша таяқша. Дұрыс айтасыз. Соңғы сұрақ балалар, көз аурулары және конъюнктивит. Жақсы балалар, бүгінгі тапсырманы сіздер 10 тапсырманың 10-шы жауап бердіңдер. Өздеріңіздің телефондарыңыздан да солай жауап бердіңдер деп ойлаймын. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта көптеген ақпарат алдыңдар деп ойлаймын. Көру мүшелерінің құрылысы туралы, олардың бұзылыстар туралы, аурулар туралы, көру мүшелерінің гигиенасы туралы көптеген ақпараттар болды. Енді осы сабақ бойынша кері байланыс жасайық, дәптерлерімізге рефлексия жасаймыз. Бүгін мен енді түсіндіңіз, әлі де сұрағым бар және қайта түсіндіру керек деген бойынша дәптерлерімізге рефлексия жазайық. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға сіздерге көп рахмет. Бүгін сабақта белсенді бола білдіңіздер барлықтарыңыз. Сіздер рефлексия жазып жатырғанша мен бағалау парақшаларын жинап алып, осы бойынша сіздерді бүгінгі сабақта бағалаймын. Сабақ түсінікті болды ма, балалар? Тақырып бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Жақсы. Сабақта кері байланыс беретін оқушы бар ма? Мекен? Мен бүгін көз туралы жақсы білдім. Мысалы, көзді демалдырып тұру туралы, көздің ауруларын тағы басқа. Жақсы. Нұртас, Аманды? Бүгін мен көздің гигиенасы және оның ауруларымен таныстым. Жақсы. Тағы бар ма оқитындар? Күнсұлу? Бүгін мен көздің құрылысын түсіндім. Көздің құрылысы. Көздің құрылысы қандай бөлшектерден тұрады екен, балалар? Қасан қабық, тамырлы қабық, нұрлы қабық, көз бұршағы, шыны тәрізді дене, соқырдақ, түсіндік қой балалар, Жақсы балалар, қатысқандарыңызға көп рахмет. Сіздерге үйге тапсырма осы тақырыпты үйден мазмұндап келеміз, келесі сабаққа дайындалып келеміз. Сау болыңыздар.